Түркияда әйеліне күйеуі басқа адамға лайк баса ажырасуға себеп бола алады екен. Дәл осындай оқиға Кайсери қаласында болған. Күйеуі Инстаграмда басқа әйелге лайк басқан, артынша әйелі ажырасуға арыз берген. Дегенмен интернеттегі ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Түркия азаматтық кодексінің екінші тарауындағы 161-166 баптарында ажырасу және оның себептері толығымен жазылған. Алайда осы баптарда көрсетілген себептердің арасында басқа адамға, еркекке не әйелге лайк басу жөнінде ешқандай пункт жоқ. Яғни ақпарат жалған. Ал ақпараттың өзі қайдан шықты? Қазақ және орыс тілді сайттардың көбі Түркияның Хабертурк сайтындағы материалға сілтеген. Ол жерде Кайсеридегі екі жұптың ажырасу бойынша бір-біріне қарама-қарсы арыз түсірген жазылған. Кайсеридің отбасылық соты 166 бабы бойынша әйелдің арызын қабылдаған. Арызға сай әйел ажырасудың бірнеше себебін келтірген, соның бірі күйеуі бөтен әйелдердің суреттеріне лайк басқан екен. Бұдан бөлек әйелдің себебі ретінде емделуіне және одан кейінгі шығындарын төлемеуге бас тартқаны, отбасын толықтай қамтамасыз етпегені, әйелдің намысын қорлағаны және еш себепсіз қызғанып, үйді ақтарғаны жазылған. Сәйкесінше Кайсеридің 5-ші отбасылық соты Түркия азаматтық кодексінің 166 бабына сәйкес еркектің кінәсін ауыр деп бағалап, әйелдің пайдасына ай сайын уақытша көмекке 500 лира, тұрақты алиментке 750 лира, моральдық өтемақыға 40 мың лира, ал материалдық өтемақыға 40 мың лира төлеу міндеттеген. Еркек Түркия жоғарғы сотына апелляция қалдырған, алайда сот шешімі еш өзгеріссіз қалған. Осы оқиғадан кейін түркиялық бірқатар сайттар лайк ресми түрде ажырасуға алып келеді деген кликбейт тақырып қойып ақпарат тарата бастаған. Қазақстандық сайттарды бұл ақпаратты көшіріп басып рерайт жасаған. Ал сіздің ойыңызша бөтен адамға лайк басу расымен ажырасуға алып келе ме?